y тең болады kx плюс b. Ол сызықтық теңдеу, иә? Осы сызықтық теңдеуде k мен b сандар. Осы k мен b-ның оңай табу жолын көрсетеміз. Сызықтық функция деп аталады, себебі оның графигі түзу сызық. Яғни мына 4 түзу сызық, жасыл түсті, көк түсті, оранжевый және қара түсті 4 түзу. Олардың барлығы былай kx плюс b деп жазылады. Яғни y тең болады kx плюс b. Бұндағы b бізде oy осімен қиылысу нүктесін көрсетеді. Қиылысу нүктесін көрсетеді. Яғни мына қара түзу қараймыз, ол y осімен минус 1 мен минус 2-ні көрдіңіз, минус 1,5, демек қараның несі басы минус 1,5. Жасыл, бұл y осімен қиылысады минус 1-де, демек оның басы минус 1, бұны орда тұратын саны минус 1. Көкке қарайтын болсақ, ол 2-де қиылысады плюс 2-де, демек оның басы плюс 2. Яғни былай y тең болады kx плюс b деп жазғанда, басы плюс 2. Және мына оранжевыйдікі y тең болады kx плюс b. Y тең болады kx плюс b. Және оның басы мынарда минус 2. Минус 2. Неліктен b y осімен қиылысу нүктесі? Өйткені y осімен қиылысу нүктесін табу үшін біз x-тің орнына 0 қоятын едік. Y пен қиылысу, y-тің бойындағы барлық нүктелердің координатасы, мысалы мен y-тің орнына 4 нүктені алсам, бұл 0 нүктенің координатасы 0 да 4. Яғни бұның x-і 0, y-і 4. Y пен қиылысатын жерді тапқыңыз келсе, x-тің орнына 0 қойыңыз деген сөз. Ал мен kx плюс b-да x-тің орнына 0 қойсам, онда y тең болады k көбейту 0 плюс b болады да, кез келген затты 0 көзсек 0 шығады, демек y тең b қалады. Яғни y тең b, x-ға 0 қойған кезде y тең b, y осімен қиылысатын нүктені көрсетіп тұр. Y тең b, иә? Сондықтан сіз түзуді көрген кезде y пен қиылысатын жерін қарайсыз, оны b деп қоясыз. Енді k-ның табу жолы. K деген ол функцияның өсімшесінің аргументінің өсімшесіне қатынасы. Ол не деген сөз? Ол егер мынаның бойынан, түзудің бойынан кез келген нүкте алсақ, айталық мен жасыл түзуді алайын. Жасыл түзудің бойынан кез келген бір 2 нүкте алсаңыз, мысалы мына нүкте. Мына нүктенің координатасы бізде неше? X-і 2, y-і 3. 2-да 3. Және мына нүктені алсақ, бұл нүктенің координатасы 1-да 1. Осының мынау x-і, мынау y-і, мынау да x-і, мынау y-і, мынау бірінші x болса, мынау екінші x, мынау бірінші y болса, мынау екінші y. Мына екінші y-тен бірінші y тазыңыз. 3-тен 2-ні азайтыңыз. 3-тен 2-ні азайтыңыз. 3-тен 1-ді азайтыңыз. 3-тен 1 азайтыңыз. 2 қалады. Және x2 минус x1 дегеніміз 2-ден 1 азайтыңыз. 2-ден 1-ді азайтыңыз. 1 қалады. 2 бөлу 1, 2. Яғни мынаның k-сы 2, мынау 2 болса, мынарада 2x плюс, бізде b минус 1, 2x минус 1. Y тең 2x минус 1 шықты. Яғни мына не шықты? Жасыл түзудің функциясы шықты. Сызықтық теңдеуі шықты. Немесе сіз клеткамен жұмыс істесеңіз, былай жасайсыз. Мынардан 2 нүктені таңдадыңыз, ол графигін жазбасаңыз, осының мына жері деген сөз, ол мына y2 азайту y1. Осы дельта y. Мынаған бөліңіз. Мынау 2 клетка болса, 1 клеткаға бөліңіз, 2-ні 1-ге бөлсеңіз, 2 шығады бәрібір. Енді қарамен жұмыс істесек, мына қарамен жұмыс істесе, қараңыз, қарамен мен мынарды жұмыс істеймін. Мысалы, мына жерден бір. Мынарда 2 клетка, мынарда 2 клетка. Демек, мына 2-ні 2-ге бөлсем, мына 2-ні 2-ге бөлсем, не шығады? 1 шығады. Бұның k-сы 1 шығады. Яғни, бұл 1x. 1x деген жай x. Жазайық. x басын біз алдын ала тап қойдық. Y тең болады, міне 1x минус 1,5. Енді, мына көкке келетін болсақ, бұның басын біз жаздық. Басы бізде плюс 2 болды. Енді k-сын табу үшін мен нардан былай жасайым. Y-ін x-қа бөлем. Қараңыздар, тағы да бір k-ның таңбасы. Мына k-ның таңбасы плюс бола ма, немесе минус бола ма, соны қайдан білеміз? Кез келген түзу, көлбеу түзулер. Бұлай болуы мүмкін, немесе бұлай өтуі мүмкін. Егер біз мына
солдан оңға қарай, сол жақтан оң жаққа қарай келе жатқан кезде үйдің бойымен түсіп кетсе, допсында минустың бағытқа. Ал сол жақтан оң жаққа қарай болса, жоғарғы таңдап басып плюс. Мына екеуінде, мына екі түзуде солдан оңға қарай допты қойып жүргізген кезде ол жоғары қарай жүру керек. Дұрыс па? Солдан оңға қарай жүргіз. А мына екеуінде бізде доп не істейді? Төмен қарай жүреді. Немесе оны ол сізге оңай болу үшін түсіндіріп доппен. Немесе сіз мынаған қойсаңыз, оған көзіңіз жетеді. Y2 минус Y1, S2 минус Y1. Қараңыз. Мен мынаның бойынан екі нүкте таңдаймын. Иә? Егер мен мына жерге бөлетін болсам, ол 1/1, оның касы 1 шығады, бірақ доп төмен түсіп жатыр, сондықтан бұның касы минус 1 болу керек. Яғни бұл y-тен болады минус 1x минус x плюс 2 бұның теңдеуі. Иә? Енді сонда дәлелдейік. Мына нүктенің координаталары x-і минус 1, y-і 3. Минус 1-ді 3. Мына нүктенің координатасы x-і 0, y-і 2. Енді y2 минус y1. Мына 2-ден азайтыңыз 3-ті. 2-ден азайтыңыз 3-ті. Екінші нүктеден бірінші нүктені азайталар. Кейінгі нүктеден алдыңғы нүктені. 2-ден 3-ті азайтсақ минус 1 шығады. Минус 1 шығады. Соны бөлеміз. Мынаның x-нан, мынаның x-ін азайтамыз. 0-ден азайтыңыз минус 1-ді. 0 азайтамыз минус 1-ді. Сол кезде минус 0 плюс 1 болады, 1 болады. Минус 1-ді 1-ге бөлсек, бізде не шығады? Минус 1 шығады. Арасында да k бізде минус 1 болды. Минус 1. Немесе біз бұлай допты төмен түсуінен көрдік. Мысалы, мына оранжевыйға допты қоятын болсақ, егер біз, онда біздің добымыз не істейді? Біздің добымыз төмен түсе бастайды. Демек, бұның да касы минус. Егер тем болады минус. Енді неше екен білу үшін қараңыз. Мынардан екі нүкте аламын да, мына бойын, y-ін x-іне бөліп тастаймын. Мынара 2 клетка, мына 1 клетка, 2-ні 1-ге бөлсем 2 шығады. Демек, ол y-те минус 2x минус 2. Есіңізде сақтаңыз. Минус 2x минус 2 ол оранжевый болды. Y-тең минус x плюс 2 ол көк болды. Y-тең 2x минус 1 ол жасыл болды. Y-тең x минус 1/5 ол қара болды. Иә? Тексерейік графиктерін. Міне x минус 1/5, 2x минус 1, минус 2x минус 2 және минус x плюс 2. Міне Y-тең минус x плюс 2 ол көк болды. Минус 2x минус 1 ол жасыл. X минус 1/5 ол қара. Және минус 2x минус 2 ол бізде оранжевый болды. Дұрыс. Осы сызықтық kx плюс b сызықтық түйінінде k мен b-ның оңай табу жолдары.